Mına qara, bir bет жарып кетті, мына жігіттердің бәрі қалып қойды. Бүгін техника алып кетті, қалып кетті. Бер жақ бас жарып кетті, болды ғой деп өтті. Осым компот, короче. Мынау бөтей бар, соның өзінде қызыл су жарып жатыр ғой. Тұр, қырғын қалып тұр, не яқта. Қырғын адам не яқта жүр. Ассалаумағалейкум қазақ ел. Қазақ үшін жанашыр болып жүрген елдің ішіндегі қозғалыстағы ұл мен қыз, сіздерге айтарым, алға Қазақстан бар, басқасы бар, кез келген қозғалыста жүргендерге айтарым. Біз бөлінгеннен ұтарымыз жоқ деп ойлаймын. Қазір бізге алға Қазақстан, жаңға Қазақстан, басқа Қазақстан деген емес, партияға жақ-жаққа бөліну емес, бізге қазір тұтас болып бірігу керек болып тұр, басқасының бәрі. Мынау сайқал жүйемен күресу үшін оңай күш керек болмайды, өте мықты күш керек болады. Әділетсіздікпен күресу үшін демократия деп жатырмыз. Ол нәрсеге жету үшін азғантай халық, ең құрса бірге болсақ, азғантай. Қазіргі жағдайда бөлінетін не сиқымыз бар? Түпкі мақсатымыз бір болса, ойымыз бір жерден шықса, неге бөлінесіздер? Айтыңыздаршы, мен соны түсінбеймін. Мен ешқандай партияда жоқпын, ешқандай партияда жаңағыдей қарсылығым жоқ. Бірақ түсініңіздер, бізге қазір керегі тұтас жұдырықтай жұмылу керек. Сонда ғана күшіміз бірлікте болады. Осы сөзді айтсаң, неге алға Қазақстанға қосылмайсың дейді. Қанша жыл болды сіздерге? Қанша жыл болды? Және тіркеліп жатсыздар ма? Ол бір партияның астына жиналғанда не ұтып жатырмыз? Қандай жетістіктер болып жатыр? Арамызда жүрген лидерлердің өзінен айырылып қалып жатырмыз. Осының бәрі түптепегенде бізге не керек екенін түсінуіміз керек та барлығымыз. Бізге қазір жұдырықтай жұмылып тас түйін болуымыз керек. Ұлт ретінде болды. Біз бір нәтижелі істерге қол жеткізіп, заң аясында қозғалып, тұтас сплоченный болатын болсақ, барлығымыз сонда ғана бір жетістікке жетеміз. Қазір ана жерден біреуміз, мына жерден біреуміз шулағаннан, оншақты 5-6 болып шулағаннан ешнәрсе отпаймыз. Ешнәрсе отпаймыз. Қазір мейлінше тұтас болуымыз керек, бірігуіміз керек барлығымыз. Партияға емес, ортақ бір идея, ортақ бір мүдде, бір жүйені қалыптастырып, елдегі қозғалыста жүрген барлығымыз, ұлың бар, қызың бар, тұтас болмасақ, біздің алдымызда оңай күресуге бізге қарсы тұрғандар оңай шағылатын жаңғақ емес. Сондықтан, егер көкейлеріңізде билік көксеген болмасаңыздар, ертең бір лидер болып билікке қолым жетсе деген ниеттеріңіз болмаса, бізге тұтастық керек қазір. Бірігуіміз керек. Іште жүрген сол лидерлер барлығыңыз, көшбасшы болып жүргендер бір-бірлеріңізге хабарласып, елдің тұтастығына, бірігуіне, мынау заңсыздықтар мен әділетсіздікпен заңды түрде күресуге және ертеңгі ұлт тағдырына шынымен жанымыз ашимыз дейтін болсаңыздар, ішімізде қанша юристер бар. Солардың бәрі тұтас жұдырықтай жұмылуымыз керек. Қоғамда болып жатқан қиянаттар мен әділетсіздіктер, қоғамда болып жатқан
елдің мүддесіне жұмыс істемейтін заңдармен ұлттың болашағына қызмет қылмайтын жүйемен күресеміз десек, заң аясынан аттамай және мынау жаутаңдап отқан қара халықты соңымыздан ертеміз десек, бізге бірлік керек қазір. Ал билік көксегендер, ол мақсаттарыңызға бәрібір жете алмайсыздар. Бір ғасыр жүріңіздер, жете алмайсыздар. Қазір бірікпесек, қалғанның бәрі бос, жай әңгіме болды. Бізге қазір тұтастықтан басқа күш жоқ. Осыны ұмытпауымыз керек. Сіздер бюджет қадағалайтын органсыздар. Қалғанын білмеймін. Бюджет жағынан сіздер қаттырақ қадағалауға тиіссіздер. Иә. Сосын сіз айттыңыз 20 неше депутат бар дедіңіз, иә? 28. Бәрі одномандат. Бәрі партийный ма сонда? Жоқ, самовыделенецтер де бар, өз-өзін ұсынғандар. Өз-өзін ұсынғандар, иә? Сіз бағана 50-50% дедіңіз, мәжіліске. Жоқ, ол 70-30. 70-30 облыстық мәслихат. Жоқ, мен білемін ғой, мен өзім біреу үшін 70 партия, одномандатный 30, иә. Онда 50-50 облыстық мәслихат. Солай шығар. Сондан кейін 30, жарайды, 70% партийный, ол аманаттар өтіп жатыр ғой, жарайды. 30%-ның өзі список бойынша өтеді. Өздеріңіз білесіздер, онда жасыраш ештемесі жоқ. Тәуелсіз кандидат еш уақытта өтпейді біздің қоғамда, біздің мынандай жүйеде. Сонда мен сіздерді 20 неше депутаттарды бәрін таза сайлаудан өтті дегенге күмәнім бар. Мына кісі айтып жатыр, басқалар да айтып жатыр, мысалы, иә, даже бір адамда білмейтін шығар сіздерді. Қалай өткенін, мысалы. Сброс болады, анау болады, мұғалімдер бар, әкімдер сброс жасайды. Бәрі сондай карусель болып кетеді. Мұғалімдер істеп отырған барлығы. Иә, бәрі сондай. Мен өзім бір кандидатты қолдап сондай жұмыспен жүрген 23 жыл наурыз айда. 17 наурызда ма еді сайлау алған кез. Сол Бапи списокпен шығып кеткен сол округтен, районнан. Соның бәрін білеміз. Сондықтан просто айтайын дегенім, сіздер былай список бойынша өткен адамсыздар, оның жасырар жоқ. Атына мандат не болсын, не болсын. Ешкім сіздер сайлаған жоқ, мен турасын айтып қойын, иә. Оны мен неге десе көзім жеткен адам. Сондықтан таза халық үшін жұмыс тейма жоқ болса, оның күмәнім бар. Сіздер просто айтасыз, әйтем отырасыздар, мұнда отчет жақсы бересіздер, артынан жоқ болып кетесіздер. Өзіміздің пікір дегенде халықтың пікірі ол. Екі аманатта отырған кісі, екеуі де бұл партиядан өткен адамдар. Сіз де сол партиядан өткен жаңағыдай тізімдегі адамдар айтып отырған. Бірақ қарапайым келген адам ол өте алмайды.